Әйелі күйеуінің тапқан ризығына разы болмаса, ол әйелді не істеу керек? Ештеңе істемеу керек. Әйел өмір бақи риза болмайды. Сонда не ұрау керек па, текпелеу керек па, ажыраса беру керек па, не? Дұрыс емес сенікі. Әйел риза болмайды, әйелге көп ақша керек, әйел норка алғысы келеді, әйел бриллиант алғысы келеді. Әйел айта береді. Сен тұрмақ сенен мықты, ата бабамыз айтқан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтқан әйелдері. Ода тұрған не бар? Әйел ол сол үшін әйел, ол сөйлейді. Ол аузына келгенде айтады, ол әйел. Оның аузын үскоштай алмайсың, аузын ұрсаң күнәлі боласың. Аузын жауа алмайсың. Айтады ол. Ол әйел. Құдай оны сондай қылып жаратқан, айтушы қылып жаратқан. Баба деп сөйлей береді. Еркектерді ұрысқан кезде қатынсың ба дейді ғой. Вот сол. Сондықтан ол әйел адам айтады, еркек тыңдайды. Қой дейді, жай айтады, қатты айтады. Соны спорласпай үйден кетіп қаласың болды. Барып жүріп келіп, бетін сүйіп, қолын сүйіп, жаным деп сен қалады болды. Ол әйел, жүрегі бос. Әрбір нәрсеге жабысып, сен еркексің ғой, әйел емессің ғой. Айта береді. Әйел риза болмайды ешқашан.